Достар, Асиме Буянасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Бүгінгі комменттеріңізді міндетті түрде комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші достар, бүгін бізде ауылға бармаймын 4-ші сериал албайыз бастаймыз. Ал жарайды, жүр кеттік аяулым, мен саған ауылдағы өте әдемі жерлерді көрсетейін. Аха, жарайды, жүр кеттік. Мен вроде кемді ауысып тұрып алайын. Жоқ, осымен жүре берші, өте әдемісің ғой. Қара, бұл біздің өте керемет ауылдағы ең көрікті жерлердің бірі. Ал жүр кеттік. Бұл жерде көбінесе адамдар атқа отырады десем де болады. Ал жүр кеттік. Ара қарай бұл жерде қоныстануға болады. Вау, өте керемет. Ал мынау бізде қайық. Мен осы жақта сырғанауға болады. То есть жүзуге. Жүр кеттік. Бұл жер өте әдемі және көрікті. Ары қарай жүрсең болады. Мынаған қара, бұл жақ өте әдемі. Саған ұнады ма? Я, ұнады, өте әдемі және көрікті десе, Асмен де көрікті екен. Кел, мүмкін велосипед айдармыз. Как раз екеу бар екен. Сен айдай аласың ба? Я. Ал жүр. Айдайлайық. О, сен де жақсы айдайды екенсің ғой? Я, сен де керемет айдайсың. Ал жүр кеттік. Мына жер маған қатты ұнап жатыр. Я, ал енді жүр кеттік. Басқа жерлерді де көрсетейін. Ал мына жер бізде жарыс ұйымдастыратын жер. Бұл жерде яғни көп адамдар жарысқа, атпен жарысуға, аттарын жарыстыруға келеді. Біз мұнда кіре алмаймыз, сондықтан анда барып отыруымызға болады. Отыру үшін алдымен билет алайық. Жарайды. Не? Қазір жарысты бастайды. Мәссаған, күшті болды ғой. Я. Ал енді қазір өте мықты шығады, мықтысы. О, просто бомба маған ұнады. Я, жүр кеттік ендеше ары қарай. Бұнда бізде мынандай мини кафелер бар. Өзіміз қалаған нафемізді заказ берсек болады. Міне, мына жерде бургер сатады, өте керемет. Я, маған ұнады. Ал енді заказ ете берсем болады өзіне. Так, маған мынаны беріңізші. То есть, аха, жарайды, аз болсын алыңыз. Осыны жақсы көремші. Я, дәмді секілді. Қандай дәмді, я? Жүр кеттік, ары қарай басқа жерлерге барайық. Мен шынымды айтсам шаршап кеттім. Я, мен де шаршап кеттім. Кішкене осында тоналып отыра тұрайық. Я. Кстати. Не болды екен? Мә, саған бұл. Рахмет. Саған сағыз қатты ұнайды ма? Я. Бұл, кстати, жүр ары қарай. Бұнда біз ойнаймыз. Мынан қара. Мен осыны ойнағанда жақсы көремін. Всегда осында келіп ойнаймын демалыс күндері. Я, енді мен лақтырып көрсем болады ма? Біздің мектепте де бар спорт залда. Ой, сен де жақсы ойнайды екенсің ғой. Кстати, бұл біздің мектеп демалыс күні кіргізбейді, білесің. Я. Ал осында ойнауға келеді балалар көбінесе. Бұл жерде доп ойнайды. Ал жүр. Түнде батып кетті. Үйге барайық. Я, бүгінгі күн маған қатты ұнады. Я, маған да ұнады. Мұнда күн бар. Атам мен әжем ұйықтап қалыпты ғой. Жүр, онда бізде ұйықтайық. Я. Ал жарайды, қайырлы түн. Саған да қайырлы түн. Кстати, бүгінгі күнімді жазайын. Негізгі менің бүгінгі күнім өте керемет өтті. Маған мөлдір ауылдағы өте көрікті керемет жерлерді көрсетті. Маған ауыл қатты ойдағыдай ұнап жатыр. Әрине, сет жоқ болса да, сетсіз де өмір сүруге болады екен. Мен соны түсіндім. Ауыл негізі өте керемет екен. Ауылда өте балалар да көп, олармен де дос боласың. Негізі маған ауыл ойдағыдай өтіп жатыр. Ал жарайды, жас болдым. Қайырлы түн. Осыдан кейін бір ай өтеді. Кеттік тұрайық. Кеш тұрғанда қызы ба? Ерте тұрғанда.
Ой, қазір атам мен әжем әлі тұрмаған ба? Ой, жерге бір бөле жей салайық та, сосын бара салайық. Сосын далаға шығайықшы бүгінде. Как всегда шоғымыз ғой. Мен осы мен жейінші. Бургерді. Тез жеп алайық та, сосын далаға шығайық. Қазір әсерелі тұрған шығар. Я. Атам мен әжеме айтпаймыз ба? Ой, біледі ғой. Жүр кеттік. Ой, сәлем. Сәлем, қалайсыңдар? Көп күтіп қалған жоқсыңдар ма? Ай, жоқ, бізде енді келгенбіз. Жер кеттік ойнайық. Ой, қыздар әлі келмеді ме? Жоқ, түнде болып қалды ғой. Ал жарайды, пока. Кеттік. Ой, әже, біз келдік. Өй, жандарым, келе қойыңдар. Қандарың ашқан жоқ па? Осылайша күнде азайып жатыр. Аяулымның кететініне бір-ақ апта ғана қалды. Қайырлы таң. Ма, бүгін қаншасы? Мен вообще телефонды алмаппын ғой. Не болды, аяулым, кеттік. Ой, қызым, саған не болған? Я, қызым, саған не болған? Жай ештеңке. Не болды, айта қойшы, қызым. Менің кететініме бар болғана бір-ақ апта ғана қалыпты. Не? Қызым, оған бола көңіліңді түсірме. Тағы да жаздар келеді ғой, сол кезінде тағы келесің. Я, қызым, үйді көңіл-күйіңді түсірмей қой, жарайды ма? Сен оданша сол күндеріңді босқа өткізбей, мөлдірмен бірге сол достарыңа сыйлық жаса, типа естелік болып қалады. Я. Керемет идея. Жүр кеттік мөлдір. Я, кеттік. Сәлем, қыздар, қалайсыңдар? О, сәлем. Сендерді күткенімізге 1 сағат болды ғой. 1 сағат айқайлап тұрдық қой. Мөлдір, аяулым деп. Ой, кешіріңіздер, қыздар. Сендерге бір жаңалық айтқым. Я, айта бер, не болды? Я, айта бер. Менің кететініме бар болғаны бір апта ғана қалған. Я, дер оған бола көңіліңді түсірме. Кстати, қыздар, ренжімеңдер, бүгін біз шыға алмаймыз. Неге, қыздар? Біз бүгін шыға алмаймыз, ренжімеңдер. Давай нан Алияға берейік. Я, Алияға берейік. Ал мына ертегі кітапты еңлікке берейік. Я, қуанып қалсын. Жарайды, естелік болып қалады зато. Я, бізбен ойнамайды. Қыздар, күтетіңдаршы. Я, не болды? Мен қалаға кеткен кезде, сендер осы заттарды көріп, мені естеріңе түсіресіңдер. Я, жарайды. О, рахмет. Саған көп. Я, рахмет. Ал, жарайды. Пока. Анаш. Ой, апа, осы мөлдір нені армандайды, айтыңызшы, маған өте қызық. Ой, қызым, ол айтайын ба? Ол да домбыра бар. Ол гитара алғысы келіп жүр. Ой, гитара, рахмет. О, қызым, жақсы үйренуің. Я, енді мен гитара алғым келеді. Менде даже скрипка да бар. Менің осы скрипкам бар еді ғой. То есть гитарам. Ой, қазір естіп қойса көріп қояды. Мүмкін бұны тығып кететін кезде берейін. Салып қояйын. Аяулымның кететіне бүгін. Аяулым яғни бүгін кетеді. Ой, қалайсың? О, папа. О, қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы. Мен сол аяулымды алып кетейін деп едім. Бірақ мен ауылда қоймаймын еке. Ой, қызым, жүра ғой. Папа. Кстати, менің саған арнайы дайындап қойған менің естелігім бар еді. Сен гитараны армандайды екенсің. Міне саған сыйлық. Рахмет саған, аяулым. Оқасы жоқ, бұны ешқашан тастама. Бұл менің саған естелігім. Рахмет. Ал, жарайды, қызым, көріп күтіп қалды, жүра ғой. Пока. Сау болыңыз, әке. Ой, ата. Ойнамайсыңдар ма? Неге сен чемодан ұстап алғансың? Қыздар, ол кетіп бара жатыр. Не, қайда? Үйіне. Жарайды, қызым, бол кеттік. Жарайды, қыздар, сау болыңдар. Достар, осымен біздің сериалымыз аяқталды. Всем пока!